Кардиганым менің қазір міне мынандай болып өсіп келеді. Мен сіздерге қазір көрсетейін дегенім мына түймені тағатын мынандай тесіктерді қалай жасаймыз соны көрсетейін деп. Қараңыздар, біз түймені тесігін кардиганның оң жағына жасаймыз. Өйткені бұл қыз бала болғандықтан осы оң жағына тесік жасауымыз қажет. Мен әрбір тесікті 23-ші қатарда жасап отырмын. Кардиган қазір осындай болып міне тоқылып жатыр. Қазір мен сізге көрсетейін дегенім мына түймені тағатын, түймеге арналған осындай тесіктерді. Оны біз кардиганның оң жағына жасаймыз. Өйткені қыз бала болғандықтан бізде осы жағында болу қажет. Ал мына жағына біз түйме қадаймыз. Ендеше қараңыздар, планкаға келген кезде менде планкада негізі 8 ілмек, бір шеткі ілмекпен. Қазір мен міне мұнда менде қазір 9 ілмек қалып тұр. Осы 9 ілмектің мен 3 ілмегін тоқимын өрнек бойынша. Содан кейін ар жағында міне мына оң ілмекке келген кезде 2 ілмекті бірге тоқимын. Сосын қайтадан қайтарып тағы да 2 ілмекті бірге. Осылай мынарада бізде түймеге арналған тесік пайда болады. Ары қарай өрнек бойынша тоқи береміз. Енді қараңыздар, екінші жағына аударамыз. Енді ары қарай бізге жаңа тоқымамызды жалғастыру қажет болады. Тағы да өрнек бойынша тоқимыз 3 ілмек. Мұнда бізде теріс ілмек. Ар жағында мұнда 2 ілмекті қысқарттық. Оның орнына бұлай 2 ілмек қосамыз. 1, 2. Сосын өрнек бойынша қандай ілмек тұр, солай біз тоқи береміз. Қараңыздар, мұнда бізде міне мынандай түйме тесігі пайда болды. Ал мұнда 2 ілмек қостық. Енді қазір мына жағын тоқып шыққаннан кейін қайтадан айналып келген кезде мына ілмектерімізді өрнек бойынша қандай ілмектер тұр, соны тоқимыз. Яғни мұнда теріс ілмек тоқисыздар, одан қосқан ілмектің біреуін оң ілмек, одан теріс ілмек, қайтадан оң ілмек етіп жалғастыра бересіздер. Осылай әр өзіңізге қажетті ұзындыққа келгенде осы түймеге арналған тесікті жасап отыруды ұмытпау қажет. Міне мен өзіме қажетті ұзындыққа дейін регланды тоқыдым. Енді бізге ары қарай бұны мұнараларын қосу қажет. Қазір көрсетейін сіздерге қанша сантиметр болғанын. Мұнарасынан бастаймыз. Сосын мына регланның мына араға дейін өлшейміз. Қараңыздар, менде 18 сантиметр болды. Бұл кесте бойынша 7 жасқа арналған балаға осы реглан ұзындығы 18 сантиметр болады. Енді ары қарай біз не істейміз? Енді қараңыздар, қазір біз мына регланға дейін тоқып келеміз. Бізде қазір оң жағы, сондықтан өрнек бойынша
Қараңыздар, өрнек бойынша тоқып келдік. Мында қазір енді бізге мына маркерлер қажет емес. Мына реглан сызығын мен мына алдыңғы жаққа қосамын. Яғни өрнек бойынша ары қарай тоқып өтемін. Мында міне теріс қып бітті. Мынаны ары қарай, яғни оң ілмей кетемін. Сосын мына маркерді алып тастаймын. Енді қараңыздар, мына ара бізде ол жеңіне арналған, яғни қол жағы. Оны мен мынандай инеге жіпті өткізіп алдым. Оны мында теріп тастаймын бұлай. Өткізіп тастаймын барлығын. Осылай бүкіл мына қолындағы жіпті өткіземін. Және мында нені реглан сызығын алмаймын. Оны арт жағына кетіремін. Осылай қазір мен өткізіп шығамын. Міне мен мұнда өткізіп келдім. Қараңыздар, мына маркерді алып тастаймыз. Енді мына жіпті бұлай өткізіп аламыз да. Сосын жіпті мына бір-біріне байлап қоямыз. Бұлай. Бізге бұл ілмектер әзірге қажет емес. Инені алып тастасақ болады енді. Ары қарай не істейміз? Қараңыздар. Мына арада біз тоқып келдік. Алдыңғы жақты. Одан кейін мына жерге біз подрез жасаймыз. Оған мен ілмек қосамын міне. 1 2 ілмек қостым. Енді ары қарай біз мұнда өрнек бойынша тоқимыз. Қазір мұнда қараңыз, оң ілмек, теріс оң. Мынау теріс болады. Одай мұнда оң ілмек. Енді мұнда қараңыздар, қазір мен мұна арқа жағын бұлай тоқып келемін, өрнек бойынша. Содан кейін мұнараға келгенде тағы да кездесеміз. Міне мен келдім регланға. Алып тастаймыз. Мұна артқы регланды біреуін біз неге арқа жаққа қосамыз. Енді мұна алып тастаймыз да. Тағы да мұна ілмектерді жіпке өткізіп аламыз бұлай. Осылай ары қарай жіпке өткізіп аламыз. Міне мен жіпке тізіп алдым, байлап қойдым. Енді ары қарай біз тағы да подрезге 2 ілмек аламын мен. Мұнда подрезді айтатын болсақ, егер де сіздерде алды мен арты, алдыңғы жақ пен артқы жақтың мына арасы, мына ені жіңішке болса, онда подрезге көбірек ілмек қосасыздар. Ал егер де жалпақ болса, ол кезде мына подрезге ілмек қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Не болмаса, аз ілмектен қосуға болады. Менде жалпақтығы дәл, сондықтан мен көп ілмек қоспаймын. 2 ілмек маған жеткілікті. Ары қарай енді тоқи береміз. Мынау реглан ілмегі алып тастаймыз. Ары қарай оң ілмек, теріс ілмек. Осылай енді біз мына араға дейін тоқимыз. Міне мен аяғына
жетіп қалдым. Қараңыздар. Міне мен тоқыдым аяғына дейін. Енді қараңыздар. Мұнда мен подрезге 2 ілмек қостым. Міне бағана көрсеткендей 2 ілмектен қостым. Неге? Менде мына кардиганның мына арасы, алдыңғы мен артқы жағының былай тоққанда мына арасы менде жалпақтығы ені дәл маған жетеді. Егерде сіздерде бұл арасы былай жіңішке болып тұрса, онда мына подрезге көбірек ілмек қосасыздар. Ал егерде өте жалпақтау болып тұрса, онда мұнда подрезге ілмек қоспасаңыздар да болады. Енді ары қарай ешқандай қиындықсыз, қараңыздар, мына ілмектерді осылай, одан қайтадан осылай айландырып тоқи береміз. Астыға қарай. Мен қазір мына өрнекпен біраз тоқимын, 5 сантиметрдей астыға. Одан кейін барып оң ілмектерге көшемін. Тек қана оң ілмектерге. Ары қарай еш қиындығы жоқ. Осылай біз енді тоқуды жалғастыра береміз. Оң жағын, теріс жағын тоқып, теріс жағында ілмектер саны қандай тұр, соны тоқимыз, ұмытпаймыз. Осылай мен осы өрнекпен 5 сантиметрдей тоқимын, содан сіздермен тағы да сол кезде жолығамыз. Қараңыздар, мен мұнда бағанағыдан кейін 5 қатар тоқыдым. Енді ары қарай мен жай ғана оң ілмектермен өрнекке көшемін. Қазір көрсетемін, қараңыздар. Планкамыз тоқимыз. Өрнек бойынша. Ары қарай мына ілмектердің барлығын оң ілмек етіп тоқи береміз бұлай. Осылай түгелін оң ілмек етіп осы қатардың аяғына дейін тоқимыз. Одан кейін екінші жағын аударамыз да, ол жағына келген кезде теріс ілмек етіп тоқимыз. Осылай мен өзіме қажетті ұзындыққа дейін тоқимын. Жалпы кардиганның ұзындығы 70-75 сантиметр болады. Осылай, одан кейін енді келесі аяғында осылай тоқыңыздар. Содан кейін астыңғы жағында тағы да резинка тоққан кезде кездесеміз. Міне мен кардиганды мына оң ілмектермен тоққаннан кейін, қараңыздар, қаншама тоқыдым. Менде жалпы кардиганның ұзындығы қазір 70 сантиметр болып тұр. Бұл маған жеткілікті қазір. Енді біз ары қарай етегін аяқтаймыз. Аяқтағанда мен оң ілмектерден кейін міне тоқтадым. Енді ары қарай бірде-бір резинкамен мына астыңғы жағына резинка тоқимыз. Содан тағы айтатын нәрсе, мен мұндай тесіктен түймеге 7 рет осындай жасадым түймеге тесікті. Ал жалпы мынандай оң ілмектермен 106 қатар тоқып шықтым. Енді бізге ары қарай осыған дейін тоқығандай бірде-бір резинкамен тоқимыз. Оны барлықтарыңыз білесіздер.
мында планка бізде онсыз да 1/1 резинкамен тоқылған. Енді тек қана мына оң ілмектерді осылай 1/1 резинкамен тоқып шығамыз. Міне, резинкамызды осылай бастап, ары қарай тоқи береміз. Қазір мен 5 сантиметрдей тоқимын. Содан кейін сіздермен кездесеміз. Әркім өзіне қаншалықты жалпақ болсын, немесе жіңішке болсын дейді, соған байланысты тоқиды. Мен жалпы 5 сантиметрдей болғанын қалаймын. Содан кейін сіздермен аяғында сол резинканы жабатын кезде кездесеміз. Міне мен өзіме қажетті ұзындыққа дейін тоқыдым. Бұл 5 сантиметр болды шамамен, және ол 10 қатар. Енді бұны біз жабуымыз қажет. Ол үшін қараңыздар, бірінші ілмекті аламыз. Екінші ілмек бізде теріс ілмек тұрғандықтан біз накидті артынан былай алдыға қарай жасаймыз. Сосын теріс ілмек етіп тоқимыз. Одан кейінгі мына накидімізді сол ілмектің үстінен өткіземіз былай. Одан кейін мына тоқмай алған ілмегімізді үстіне өткіземіз. Енді қараймыз, ары қарай бізде оң ілмек тұр. Оң ілмекті біз тоққан кезде накидті былай ішінен артқа қарай жасаймыз. Оң ілмекті тоқимыз, накидті үстінен өткіземіз. Одан кейін ілмегімізді үстінен өткіземіз. Енді бізде теріс ілмек тұр, артынан жасаймыз. Теріс ілмек. Енді мына ілмекті үстінен өткіземіз. Сол сияқты қайталай береміз. Оң ілмек, яғни ішінен үстіне қарай оң ілмекті тоқимыз. Накидімізді осылай үстінен өткіземіз. Енді міне осылай жабыла береді. Осылай біз бүкіл қатарды аяғына дейін тоқып шығамыз. Міне мен барлығын жауып болдым. Соңында 2 ілмек қана қалды. Мынау бізде теріс ілмек болғандықтан былай аламыз да теріс ілмек тоқып осылай аяқтаймыз. Қараңыздар. Енді бір ілмекті былай тоқып жабамыз. Мен мында жіпті қиып тастадым алдын ала. Сосын ортадағы жіпті де былай қидым. Сосын мында артынан жасырып тастаймыз. Аяғым міне осылай болды. Енді бізде ары қарай жеңін тоқу ғана қалды. Енді біз жеңін тоқимыз. Жеңін тоқу үшін алдында біз мына жіпке тізіп қойған ілмектерді барлығын бізге теріп алуымыз қажет. Міне мен ілмектерді теріп алдым. Бізге бұл менде жалпы саны мында 46 ілмек. Сосын басында көргеніңіздеріңіздей мында біз 2 подрезге 2 ілмек қосқанбыз. Міне ол 2 ілмек міне бізде тұр. Қазір біз сол ілмектерді тереміз. Бірақ мына 2 ілмекті бұлай тере салатын болсақ, бізде мына арада үлкен тесік болып қалады. Мына жағында солай терсек, ортасында үлкен тесік болып қалады. Сол үшін біз артығымен
ілмек тереміз. Мен мына 46 ілмекке қосымша тағы 5 ілмек теремін. Мұнда қараңыздар, қай жерінен ыңғайлы. Не біреу. Бұлай айқастырып алуға да болады негізі. Әзірге осылай теріп алайық, тоққан кезде айқастырып тоқимыз. Екеу. Мына ілмекті алатын болсақ, мына ортасы мына жерде тағы да тесік болып қалады. Сондықтан бұлай бірге алуға болады. Екеу. Қараңыздар, қосымша біз сонда қанша ілмек тердік? 1, 2, 3, 4, 5. 5 қосымша ілмек тердік. Сонда бізде мына араларында үлкен тесік болмайды. Ал мына ілмектерді қазір біз айқастырып тоқып жібереміз. Міне жібімізді алдық. Енді осыны жалғап тоқимыз. Мұнда мен өрнек сәйкес кету үшін бірінші ілмекті теріс ілмек етіп тоқимын. Сосын мына жіпті бірден арт жағына жасырып отырамын. Артынан жасырмайтындай қазір қоспастан жасырып тастаймын. Теріс қып тоқыдық. Енді мына ілмекті оң қып былай айқастырып тоқимыз. Одан кейінгі ілмегіміз бізде теріс ілмек болу қажет. Онда былай айқастырып тоқимын. Одан кейін қарасаңыздар, осыған дейін тоққан ілмектеріміз. Енді оны біз өрнек қасымнаны жасырып алайық жіпті. Теріс ілмек. Мына қатарды соңғы ар жағындағы біз қосқан ілмекке дейін қазір өз беттеріңізбен қандай өрнек бойынша тоқып шығасыздар. Яғни мына оң ілмектің үстіне қазір теріс ілмек, одан кейін оң ілмек деп солай тоқып шығыңыздар. Сосын мына екі ілмек қосқан жерде кездесеміз тағы да. Міне мен қосқан екі ілмекке келдім. Қараңыздар, мұнда мен қазір теріс ілмекпен аяқтадым. Мына ілмекті бізде тесік болып қалмас үшін былай айқастырып, оң ілмек етіп тоқимын. Мына ілмекті былай
сілме қылып тоқимын. Сонда бізде мынандай ешқандай тесік болмайды. Бізде бұл бірінші қатарды тоқып біттік. Мен маркерді алып, мұнда бір ілмекке іліп қоямын. Себебі біз қатардан шатасып қалмас үшін. Ары қарай енді қараймыз. Бізде подрезге 2 ілмек бердік. Сол себепті ал қосқанымыз 5 ілмек. Сол себепті біз қалған артық 3 ілмекті қысқартып тастауымыз қажет. Енді әр қатарда бір ілмектен қысқартып отырамыз. Сонда бізде 3 қатар кетеді. Яғни 3 қатарда біз 3 ілмек қысқартамыз. Тартып тоқыңыздар. Қараңыздар, біреуін тоқыдық. Енді мына 2 ілмекті бірге тоқуымыз қажет. Екеуін бірге мен теріс ілмек етіп тоқимын. Арқылы кәдімгі өрнек бойынша тоқи береміз. Сосын келесі қатарда тағы да кездесеміз. Міне мен екінші қатарды бітірдім, аяқтадым. Енді үшінші қатарды тоқимыз. Үшінші қатарды тоққан кезде жаңа біз басында қысқарту жасадық, енді біз соңында жасаймыз. Сол себепті мына қатарды соңына дейін тоқып шығамыз. Міне мен соңына жеттім. Енді мен қалай істеймін? Мен мұнда ортасы ашық болмас үшін мына ілмекті мына 2 ілмекті бірге қосып тоқимын. Өрнек бойынша ол ілмек. Сонда мынандай орталары ашық болмайды. Бұл бізде 3-ші қатар. Енді ары қарай осылай келесі 4-ші қатарды тоқимыз. Ілмекті мына жаққа жіберейік. Енді бізде қысқартатын бір ілмек қалды. Оны осы қатарда қысқартамыз. Осы қатардың тағы да соңында қысқартамыз. Ілмектерді енді соңына дейін өрнек бойынша тоқып шығамыз. Осылай ары қарай тоқи бересіздер. Міне мен қатардың соңына келдім. 2 ілмек қалды. 2 ілмекті өрнек бойынша мен теріс ілмек етіп бірге тоқимын. Енді менде бізде мұнда 48 ілмек қалды. Ары қарай ешқандай қысқарту жасамаймыз. Тек қана осы өрнек бойынша ары қарай тоқи береміз. Мен мұнда 4 қатар тоқыдым. Енді 26 қатар тоқимын. Сонда жалпы саны 30 қатар болады. Сосын осы
өрнекті аяқтағаннан кейін сіздермен тағы да кездесеміз. Енді резинкаға көшеміз. Ол үшін мұнда біз қысқарту жасауымыз қажет. Мен жалпы айналған несі. Енді біз бірде-бір резинкаға көшеміз. Ол үшін менде мұнда 48 ілмек, оны мен қысқартуым қажет. Мен өзіме 36 ілмекке дейін қысқартамын. Яғни 12 ілмек қысқартып тастаймын. Сонда менде қалатыны 36 ілмек болады. Ол үшін мен қалай жасаймын? Қараңыздар. Бірінші ілмекті тоқимын, екінші ілмекті тоқимын. Ал үшінші ілмекті, 3 пен 4-ші ілмектерді бірге өрнек бойынша тоқимын. Ары қарай тағы да 2 ілмек тоқимын. Сосын келесі ілмекті өрнек бойынша тағы да 2 ілмекті бірге қысқартамын осылай. Одан кейін қайтадан 2 ілмек тоқимын. Одан кейінгі ілмекті тағы да 2 ілмекті бірге қосып тоқып қысқартамын. 2 ілмек тоқимын. Келесі 2 ілмекті бірге қосып өрнек бойынша тоқимын. Тағы да 2 ілмек тоқимын. 1, 2, ал келесі 2 ілмекті бірге қосып тоқимын. Осылай бүкіл қатар соңына дейін тоқып шығамыз. Сонда менде ілмектер саны 36 ілмек қалады. Міне мен қысқартуды аяқтадым, бір қатар тоқыдым. Енді ары қарай ешқандай қысқартусыз тек қана осылай бірде-бір резинканы тоқи беремін. Бірде-бір резинкамен мен 38 қатар тоқимын. Содан кейін барып тағы да біз барлық ілмектерді жабамыз. Сіздер де осылай өз беттеріңізше тоқыңыздар, содан кейін кездесеміз. Міне мен өзіме қажетті ұзындыққа дейін тоқыдым, қажетті қатарларымды тоқыдым. Енді менде ол 38 қатар болып шықты. Енді біз ары қарай осыған дейін астыңғы жақтың резинкасын жапқандағы сияқты тура сондай етіп мына жеңнің резинкасында жабамыз. Ол үшін ең бірінші ілмекті аламыз. Одан кейінгі ілмек бізде теріс ілмек болғандықтан накидті бұлай артқы жағынан алдыға қарай алып, одан кейін теріс ілмекті тоқимыз. Жаңағы накидімізді аламыз. Мына тоқылған ілмектің үстінен өткіземіз. Сосын ең алғашқы алған ілмегімізді де сол ілмектің үстінен өткіземіз. Мына өте бос тоқымаңыздар, әйтпесе шеті бос болып кетеді. Не өте тартыпты тоқымаңыздар. Енді қараңыздар, келесі ілмек бізде оң ілмек. Оны накидті өзімізден алдыдан артқа қарай накид жасаймыз. Бұлай алдыдан артқа қарай осылай накид жасаймыз. Одан кейінгі ілмекті оң ілмек етіп тоқимыз. Одан кейін накидті сол ілмектің үстінен өткіземіз. Одан кейін жаңағы алдыңғы ілмегімізді де сол ілмектің үстінен өткіземіз. Біраз тартамыз. Келесі ілмегімізді қараймыз. Тағы да теріс ілмек, яғни артқы жағынан алдыға қарай ілмек накид жасаймыз. Енді накидті оның үстіне өткіземіз. Осылай біз бүкіл қатарды осылай жауып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Осыған дейін де жапқанбыз. Осылай барлық өз бетімізбен аяғына дейін жауып шығамыз. Міне менде соңғы ілмек қалды. Сосын мына бастаған жерімізді қараңыздар. Мынада мынандай кішкентай ойық болып қалды. Міне. Енді осыны болдырмас үшін біз мына ілмекті қазір мынаған былай осыны жабамыз. Ол үшін қараңыздар, мына жақтан бірінші ілмектің былай мен аламын.
сосын крючокпен мына жаңағы ілмегімді ары қарай шығарамыз. Сонда мынандай білінбей қалады. Енді ары қарай тек қана мына ілмекті, жіпті біз жасырып тастауымыз қажет. Оны ішкі жағынан жасырамыз. Міне жапқан ілмегіміз, қараңыздар. Гармошка тәрізді болып жабылады. Осылай. Осымен біздің сонымен кардиганымыз толығымен аяқталды. Сонымен кардиганымыз толықтай аяқталды. Міне басынан бастап біз аяғына дейін, ілмектерді жапқанға дейін барлығын тоқып шықтық. Екі жағы жеңі өте әдемі болып шықты. Қараңыздар. Менің кардиганымның жалпы ұзындығы 75 сантиметр болды. Бұл 7 жастағы қыз балаға арналған. Енді тек қана бізде мына жіптерді жасырып, соны қиып тастауымыз ғана қалды. Сосын менде мында түйме қадайым. Одан кейін жуу керек болды.